Сәлеметсіздер ме? Двигательдік конструкциясы және динамикасы пәні бойынша бүгін қаралатын тақырып двигательдерді майлау және суыту болып табылады. Сіздерге лекция оқушы экономика және бизнес кафедрасының доценті Ақынғазиев Жәмеш. Қозғалыстарды майлау және суытудың үш жүйесін қолдануға болады. Шашырату, қысым күшімен құрама майлау. Картерге құйылған май ендібілік айналғанда бұлғақпен шашыратып, майлау ең қарапайым майлау болып табылады. Пайда болған май эмульсиясы тесіктер арқылы немесе тікелей үйкелісетін беттерге жетеді. Қазіргі кезде шашыратып майлауды қысқа уақыт жұмыс істейтін от алдыру қозғалғыштарды қолданады. Қысым күшімен майлау үйкелісетін беттерге май сорғысы жасайтын қысыммен жеткізуді қамтамасыз етеді. Қысыммен майлау өз кезегінде айналма және мөлшерлі болуы мүмкін. Айналма, яғни үздіксіз үйкелісетін беттерді майлау тістегергіші сорғымен іске асырылады. Майлау мерзімді мөлшермен беру лубрикатор деп аталатын көп бұлыңдырлы сорғымен іске асырылады. Жұмыс істеп шыққан май картер түбіне жиналады, сүзгіленеді, суытылады, сосын қайтадан сорғымен майлау жүйесінің арналарына беріледі. Сорғының әрекетімен май бір сағатта қозғалғышты 30-40 рет айналады. Бұны құрама майлау деп атайды. Енді май сорғысы майды айдау үшін оған әдейі сорғы қолданылады. Тістегергіш типтегі май сорғысы құрғақ картерлі қозғалғыштарда 3 секциядан тұрады. Біреуі айдаушы, екеуі сорып алушы. Шанақтан май алушы секция жасайтын сирету әсерінен май сорғыға келеді. Айдаушы секциядан майды механикалық қоспалардан тазалау үшін сүзгіге береді. Әрі қарай азғантай түтіктердің және көптеген қозғалғыш корпус денесінде жасалған арналар арқылы иінді білікке үйкеліс беттеріне беріледі. Цилиндр мен поршень тобының бөлшектері иінді білік айналғанда шашыратылып майланады. Қысым мен майлау жүйесі ең жетілдірілген, сенімді, үнемді, бірақ күрделенген болып табылады. Қозғалғыштардың суыту жүйесін қарастыратын болсақ, бұл жүйеде көбіне температура қысып кеткеннен кейін, жоғарыланып кеткеннен кейін қолданылатын іс-әрекеттер болып табылады. Бұны сондықтан тиісті талапқа сай температуралық режимде қамтамасыз ету қажет болады. Енді қозғалғыштардың суыту жүйелерін алдарыңыздағы экранда көрсетілген слайдтағы көрсеткіштер арқылы бөліп қарауға болады, танысуға болады. Оның бірнеше түрлері бар. Сол түрлер осында берілген. Суды бір рет пайдалану себебінен жиделік кеңістікте қақ пайда болады. Ол суға жылу әрекеті қиындатады. Қозғалыстың қызып кетуіне және бөлшектердің тез тозуына әкеледі. Бұдан басқа ағынды жүйеде жыл мезгілінде тәуелді суытқыш судың температурасы қозғалғыштық температуралық режимін маңызды өзгертеді. Осыған байланысты сұйықтық айналдыру тәсіліне байланысты жүйе термосифондық және еріксіз болып бөлінеді. Термосифондық жүйеде қозғалғышта қызған және радиаторда немесе басқа ыдыста суытылған су бағаны қысым айырмашылығы әсерінен су айналымы іске асырылады. Еріксіз жүйеде суытқыш сұйықты арнайы сорғы көмегімен айналдырады. Поршеньді іште және қозғалғыштарында жоғарғы температуралы суытуды қолдану суытқыш су мен жану өнімдерінің жылуын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді және сонымен қатар қондырғыға тиімді жылуды пайдалану коэффициентін 16%-ға дейін арттырады. Қозғалғышты жоғары температуралық буландыру суытуын, яғни ЖВС деп қысқаша айтамыз, пайдаланған кезде тиімді жылуды пайдалану коэффициенті кәдімгі суытуға қарағанда 32-40% десек,
оның орнына 46-47%-ға дейін жетуі мүмкін. Қазіргі кезде ЖБС-тің әртүрлі жүйелері жасалған. Біз кең тараған қарастырайық. Ол онда бір суретте көрсетілген. Оның негізгі жұмыс істеуі, қалай режим сақталуы бәрі осы онда бір суреттің жанында слайдта көрсетілген. Қарап оқып түсініп алыңыздар. Сырттан бу жасайтын ЖБС жүйесінде суытатын сұйықты еріксіз айдау қарастырылады. Ол онда екі суретте көрсетілген. Алдарыңыздағы экрандан қарап білулеріңізге болады. Бұл суретте көрсетілген ЖБС жүйесінде суытушы жұмысшы денені еріксіз айналдыру қысымымен екі күп шектелген аймағы шартында іске асырылады. Әрі қарай оның қалай жұмыс істейтіні сол суреттің жанындағы түсініктемеде берілген. Қарап оқып білулеріңізге болады. Негізінде жүйедегі суытқыш сұйықтың шығыны жылулық теңдестірумен анықталады. Ол жылулық теңдестіруді экранда келесі слайдта көрсетілген формулалар арқылы есептеп табуға болады. Мұқият қарап, соны өздеріңіз қандай әрбір белгілеменің қандай іс-әрекетте қолданылатынын байқап білулеріңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды.